Сәлем достар, бүгін біз бауырсақ пісіреміз. Дрожжи салмай, жылдам дайын болатын тоқаштар. Ол үшін алдыменен 500 мл кефирге 1 шай қасық ас содасын саламыз. Араластырамыз. 1 шай қасық тұз қосамыз. Және 50 грамм сары май. 1 жұмыртқа қосып араластырамыз. 700-800 грамм ұнды 2-3 рет бөліп қосып, жұмсақ қамыр елейміз. Қамырымыз кішкене қолға жабысатын болу керек. Ұнды көп салып жібермейміз. 10-15 минутқа қоямыз. Енді қамырды жаямыз. 1 сантиметрдей қалыңдықта болу керек. Жайған қамырымызды ұзынша етіп кесіп аламыз. Одан кейін ромбик тәрізді кесеміз. Видеода көрсетілгендей. Ромбиктарымыздың ортасын кесіп, видеода көрсетілгендей пішін береміз. Табаға майымызды қызартып, қуырып аламыз. Бауырсақтарымыз, тоқаштарымыз дайын. Өте жылдам, тез дайын болады. Өте дәмді, керемет бауырсақтар. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Отбасыларыңызға, балаларыңызға ұнайды. Назарларыңызға рахмет. Каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаймыз.